Қасым ханнан кейін Қазақ хандығын қалпына келтіріп, оны нығайтудың жаңа кезеңі билікке Қасым ханның ұлы Хақназар сұлтанның келуімен байланысты болды. Хақназар Қасымнан кейін құлдыраған Қазақ хандығын біріктіріп қана қоймай, оның шекараларын кеңейте алды. Хақназар хан елді 42 жыл бойы басқарды. Ол көптеген соғысты болдырмай, мемлекеттер арасындағы дипломатиялық қатынасты шебер пайдалана білді. Хан тағына отырған Хақназар алғашында Қазақ хандығының жайық жағасындағы жағдайын нығайтты. Ол жерлерден ноғай мырзаларын Еділдің арғы жағына ығыстырды. Хақназар хан 1557, 1568, 1570 жылдары ноғайларға шабуылдар жасап, нәтижесінде Ноғай ордасының көптеген жерін өзіне қосып алды. Ноғай ордасын мекендеген ру тайпалар қазақ халқының құрамына толықтай кіріп, кіші жүздің негізін құрады. Қазақ хандығының батыс шекарасын Еділ мен Жайық аралығына жеткізді. Хақназар Сібір ханымен де күрес жүргізді. Оның қол астына бұрын Сібір хандығына енген рулардың басым бөлігі қарады. Хақназар ханның сыртқы саясаттағы негізгі және басым бағыттарының бірі Шайбан әулеті билейтін Орта Азия бағыты болатын. Мемлекетті нығайту мақсатында ол бұл әулеттің жетекшілері Абдолла хан мен Баба Сұлтан арасындағы билікке таласты пайдалануға тырысты. 1579 жылы Бұхара ханы Абдолла мен әскери саяси одақ құрды. Бұл одағы екі жаққа да тиімді болды. Ол бойынша Хақназар мен Абдолла бір-біріне қолдау көрсету туралы шарт жасасты. Абдолла хан достық қарым-қатынасы үшін Хақназарға Түркістан жеріндегі біраз қаланы билеуге келісімін берді. 1580 жылы Баба Сұлтан Абдолла хан мен Хақназар ханның арасындағы шартты біліп қалып, оған қарсы әскери жасақ жібереді. Осы оқиғалар кезінде Хақназар хан қаза болды. Хақназар хан Мәскеу билеушісі Иван Грозныймен елшілік қарым-қатынас орнатты. Хақназар билігі қазақ, башқұрт және ноғайлардың тарихында елеулі із қалдырды. Оның есімі қазақтарда ғана емес, башқұрттар мен ноғайлардың есінде де сақталған.